атындағы мектеп-гимназияның 4-ші Б сынып оқушылары Мұхтар Шахановтың «Отырар» дастанынан үзінді. Ол отырар, көгінді болып тұрваған, 6 ай бойы қорғаннан жанын қиып қорғаған, жасампаз ер қылқынды кімдер сатып қорғаған. Ендеше Мұхтар Шахановтың «Отырар» дастанынан үзінді ұсынамыз. Көпшілік жұрт Отырардың күйреуін моңғол шапқыншылығымен байланыстырады. Рас, жарты жылға созылған Отырардың күйреуін ерлік қорғаныс кезінде өз қақпасын өзі ашқан. Ол қаланың күлі көкке ұшқан. Қаншама ата-баба мұрасынан айырылды. Отырардың кітап қоры жоғалды. Ендеше бұл оқиғаға кім кінәлі? Шыңғысхан ба, Қайырхан ба, әлде сатқын Қаратжан ма? Таңқан қайда төскерлеген 200 мың әскерменен 6 ай бойы кішкентай Отырарды ала алмау, 6 ай бойы Отырардың осал тұсын таба алмау. Ұядағы сезім аспан, тез жеңіспен көзін ашқан. Менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба, намазыма сыза түстім, мына сенің арқанда. Әке, осы өкініш мені де өртеп барады. Отырардың бақынан алған бұлар бәлкім, алдырмай тұр зор қамал. Бірақ әке, жүргенім жоқ аянып, қанша үмітім желге ұшты, қанша іскерімдер құшты. Дала жатыр қызыл қанға боялып, егер бүкпей баяндасам шындықты. Рухы өр, тәңір екен, бұл бір халық қайсар екен, тірліктен артық қойған бірлікті. Әй балам-ай, әлі шұғылаусың, сен 9 жасқа келгенде ұлы жол болатын. Үкітайдың тойында, оқ өтпейтін Алап батыр жайында өзіңе оңаша ертек айтқан. Сенің зердеңде сақталмауы мүмкін емес. Сол ертекті неге алмайсың байымға? Әке, бір өзет батыр туралы ғана есімде, ұмытып қаппын. Есің кетсе, есіге кіріп тарсың деген осы. Ол ертегідегі батырдың кеудесінде бір-ақ жері болатын, оқ өтетін батырдың сатқын досы. Оның дұшпанын айтып, оқ тигізіп өлтірген жоқ па? Шағатай, жолың мықты, күмәнің жоқ. Әр мықтының осал жері болады. Ұқтың ба? Менің күлік жеңісінің құпиясы осында. Ұқтым әке. Батыларды алып келіңдер. Я Қайырхан, Рухердің өзегі ғой қайдада. Менің жігіттерім сенің дәліңді қорлап жеңсе де амал не? Жеңе алмапты жаныңды. Шіркін, сендей мықты қолбасшы болса ғой, бүкіл әлемде билер едім. Ха-ха-ха, ал мына бір сатқынды Құдай саған қайдан ғана тап қылды? Қайран аңқау дара тұлға, аңғармапсың қанатыңа, жасырынған дүлгіні. Ерлігіңе осы болсын сыйлығым, саған қайдым бұл сатқынның билігін. Ханым, әділдікпен мұмыз, өнергенше бол өтен көп құлмыз. Отырарды мен қолың үшін бермесем, оңай жаулап алар мейді олғамыз. Оған дау жоқ, сенен асқан бірақ түрілік бар ма? Менің жауынгерлерім жауына хайуандық пен зұлымдық жасай алады. Бірақ туған жері сатпасына сенемін. Ал сен опасыздық жасадың ба еліңе? Ертең саған мені сату түк емес. Сатқындыққа сатқындықпен тіл қату ұқсамай ма табиғаттың заңына? Қане, қылыш тартыңдар, Қайсар батыр Қайырханның қолынан. Тоқта шыңғыс, бұл баланың әкесі банна текті, өзі адалырге, сиялы зиялы, әкесі үшін безетіне сенімін сатқын болып шықты мына тұрағы. Мақыл көрсе шыңғыс хан, әкесі бол сатқынның, осы араға алдырғаны жөн болар. Алып келіңдер қарсы алды.
Жылан туса жыланнан, құлан туса құланнан, таңданатын түкте жоқ, бірақ жылан қалай туды қыраннан. Сыйлы басым қуарды, менен соңғы жан бар десең сенбеймін. Барлық кінә өзінде, бол баланы жаңа туған кезінде. Нағашысы бауырына басып еді, қателігім сол болды. Бабалардан қалған өсиет бар мынадай: әр нәресте қашан есі кіргенше, жер қадірін, ер қадірін білгенше, алғашқы әнтек қылуына өзі ұялып күлгенше, өзі туған қасиетті өлкенің ауасында демалуға тиісті ол. Мен осынау борышыма әкеліп, немқұрайды қарадым да, кінәлі болдым ар алдында. Мына жатқан перзентімен қосақтап, өлтіруге міндеттісің мені де. Қоштасар күнді күн, азбан шыны сел тарихын орладау. Ойлап тұрсам енді бәрі арманау, отарардың жан қоярлы ерлігін жыр ететін әттен ақын болмадау. Бүгін келме орнын қайтып толмайды, бұйрық етті түгел қырып тастауға, отырарда еркеткенді қалмайды. Ей Шыңғыс хан, қателестің қалады, жұма бұрын шүткізілші ақпадан, жүзін жалын лақтаған, мен құтқарып жібердім бір баланы. Бәрекелді, бұл өмірін жарады, бірақ одан ұрпақтарып, одан ақын туғанша, талай өзен тасып өтір, бәлкім талай ғасыр өтір. Аузына құйыңдар, қорғасында қорлай өлтіріңдер. Симады жүз бүйрек жау сәбилерді, жау шауқанды кемпірді, тіпті жүкті әйелді де үшін жанып өлтірді. Қызғын қарға ғана тынбай шарлап мұңды аспанды, отырардың аян ұшты зару өмірі басталды. Айдай әлем мойындаған даңқы бар, 150 мың халқы бар. Нән қаланың асқараны осыменен шектелді. Оян қайыр бабақтайым, қасиеттім қымбаттым, саналапат ғасырдан соң, дасыр дауыл басылған соң, 7,5 ғасырдан соң, өзіні іздеп тіл қаттым, аман қапты батыр арман. Отқа оранған отырардан, қашып шыққан сол баяғы баладан. Бұл күндері санаттағы ұрпақ тараған, дәуірінің қанатында самғаған, сол ұрпақтан шыққан ақын мен болам. Кешіктіңді кінәлама айбарлым, сені ойлату үшін қанша ойладым. Еңіреген ерең аузы дуалы, бізге жетті жүрегінің шуағы. Түп табын сенен алып жатқан ер, саған ұқсас батырлар туады. Күл азия көз тігетін таңдана, қымасында көрінбейді паңғала. Сол қалаға арналған бұл жырымды оң қабақпен қабылдай гөр жан баба.